қош келдіңіздер. Біздің кезекті сабағымыз шеңбердің ұзындығы, дөңгелектің ауданы, шар және сфера деп аталады. Бұл тақырыпқа басты орын иеленетін маңызды мәселе пи саны деген тұрақты сан туралы айта кету керек. Пи саны біздің өткен сабақтарда айтылған қатынас немесе пропорцияға тағы да өзінің қатысы бар, практикалық өте маңызды, көп қолданылатын осындай математикалық тұрақты сандардың біреуі. Бұл сан кез келген шеңбер ұзындығының оның диаметріне бөліндісінің мән ретінде алынады. Пи саны шексіз ондық бөлшек ретінде есептелінеді. Әдетте оның жуық мәні 3,14-ке тең деп алынады. Пи жуық шамамен 3,14-ке тең болады деген сөз. Жоғарыда біз айтып көттік, пи санының мәні шеңбердің ұзындығы мен оның диаметрінің қатынасына тең болады деп. Сендер кез келген цилиндр тәріздес фигураны немесе қандай бір ыдысты алып, оның шеңберінің ұзындығын жіппен өлшеп белгілеп, қанша ұзын екенін сызғышпенен өлшеп ап, келесі өлшем ретінде оның диаметрін өлшеп, бұл екі ұзындықты бір-біріне қатынастырып немесе бөліп көрсеңіздер, осы 3,14-ке жуық сан шығады. Осы қатынастың мәнін пи санының мән ретінде алып отыр деп түсінеміз. Мәселен, біз мұнда шеңбердің диаметрін сызайық. Диаметрді D деп белгілейді. D. Шеңбердің ұзындығын әдетте L әрпімен белгілейді. Жоғарыда айтқандай, L-ді диаметрге қатынастырғандағы қатынас ол пи-ге тең. Пи-дің жуық мәні 3,14-ке тең екенін жоғарыда айтып кеттік. Бұл қатынастан біз L-ді табатын болсақ, L тең D көбейтілген пи немесе пи D түрінде болатындығын табуымызға болады. Шеңбердің ұзындығы. Шеңбердің ұзындығын біз жоғарыда айттық. Шеңбердің ұзындығын біз пи D түрінде болатындығын атап өттік. Мұндағы диаметр дегеніміз 2 градусқа тең екен түсінікті. Біз қайтадан бұлай жалғастырып сызатын болсақ, тағы 1 градусқа тең өлшем шығады. Сонда бұл жерде D тең 2 градус екен табатын болсақ, онда біз шеңбердің ұзындығы L тең 2πr формуласы бойынша есептелінетіні түсінікті болады. Бұл формуланың оқылуы L тең 2πr деп оқылатын болады. Дөңгелектің ауданы. Дөңгелектің ауданы әзірше бұл формуланы шығаруды біз қарастырмаймыз. Оны жоғары сыныптарда арнайы өтетін болғандықтан, пи арқылы S тең пи r квадрат түрінде өрнектелетін атай кетейік. S тең пи r квадрат формуласының оқылуы S тең пи r-дің квадраты немесе S тең пи r квадрат деп
оқылатын болады. Бұл жерде бір мысал қарастыра кетейік. Мәселен, мына шеңбердің радиусы 2 сантиметрге тең болсын. Олай болса, бұл шеңбердің ұзындығы неше болады және ауданы қандай болады дегенде есептеп табайық. Жоғарыда келтіргендей ұзындығын біз 2π r формуласы бойынша табамыз. Бұл жерде біз ары қарай жоқ мәнін алып кетейік. 2 көбейтілген 3,14 пидің жоқ мәні және көбейтеміз радиустың мәніне 2 сантиметр. Бұнда 2 мен 3,14 көбейтеміз. 6,28 көбейтілген 2 сантиметр. Бұл көбейтіндінің мәні 2,16, 5 және 12 сантиметр. Бұл градус 2-ге тең болатын шеңбердің ұзындығы 12,56 сантиметр екен таптық. Енді осы дөңгелектің ауданы S тең π r квадрат формуласы бойынша табамыз. Жерде π көбейтілген 2-нің квадраты. Ауданның өлшемі жерде сантиметр квадрат болатын. Дестер. 4π сантиметр квадрат түрінде жазуға болады. Арғалай жоқ жағымен есептеу керек болатын болса, 4 көбейтілген 3,14 сантиметр квадрат көбейтіндінің мәнін табу арқылы дөңгелектің ауданын табамыз. Жерде бір ескертіп айта кететін жағдай, дөңгелек пен шеңбердің айырмашылығы. Шеңбер дегеніміз тек қана мына дөңгелектің шеткі сызығын шеңбер деп атап отырмыз. Дөңгелектің шеткі сызығын ішкі аумақпен қоса алсақ, штрихталған бөлікті қамтитын фигурамыз дөңгелек деп атап отырмыз. Сондықтан дөңгелекте өлшемі аудан арқылы есептелінеді, ал шеңбер өзінің ұзындығы арқылы толық анықталуға тиісті. Бұларға қатысты сфера және шар туралы айта кетейік. Шар дегеніміз практикада өте көп кездесетін, сендер жақсы білесіңдер. Біздің күнделікті ойнайтын волейбол, баскетболдың доптары шар тәріздес. Сол сияқты жер, ай күннен бастап әлемдегі самсаған қалың планеталардың барлығы шар тәріздес болатын, сендер жақсы білесіңдер. Мұнда шар тәріздес планетаның суреті келтіріліп отыр. Бұл шарды біз геометрияда, математикада сызғанда оның сыртқы несі дөңгелек шеңбер, сыртқы шеңбері және оның белдеуін көрсететін шеңберді суреттегідей белгілеп көрсету арқылы шарды немесе спираны осылай сызып көрсетеміз. Ал шар дегеніміз бітеу дене ретінде қабылданады. Енді шардың сыртқы бетін біз сфера деп атаймыз. Сфераның радиусы шардың радиусы есептелінеді. Центрді О десек, центрден сфераның кез келген нүктесіне дейінгі арақашықтық сфераның радиусы деп алынады. Жоғарыда келтірілген мағлұматтарға мысалдар келтірейік. Мұнда радиусы 40 сантиметр болатын дөңгелек стадионның периметрімен
ауданын тап деген осындай есеп бізге беріліп отыр. Бұл жерде біз қолданамыз жаңағы шеңбердің ұзындығын табатын формула 2π r формуласын қолданамыз. Және дөңгелектің ауданын табу үшін S тең π r квадрат формуласын қолданамыз. Бізге беріліп отырғаны есепте радиус тең 40 сантиметр болса, жоғарыдағы өлшемдерді есептеп шығар деген есеп екен. Бұл жерде L тең 2π көбейтілген 40 сантиметр. Немесе бұл 80π сантиметр. Бұл жерде ескертетін жағдай, жаңағы π деген тұрақты сан көбінесе сол π қалпында жазылып жүре береді. Міндетті түрде оның жуық мәнін есептеу шарт емес. Немесе жаңағы стадионның периметрі 80π сантиметр квадрат болады деген сөз. Егер оның жуық мәнін табайық десек, 80 көбейтілген 3,14 сантиметр өрнегінің мәнін есептеп шығару керек деген сөз. Бұл өрнектің мәні 80 мен көбейткендіктен біз 3,14-тің өтірін бір орын кейін шегеріп 31,4 көбейту 8 сантиметр түрінде есептеуімізге болады. 4,8-32, екісін жазып ой, бір жерде 8,8, ойдағы 3 пен 11, 3,8-24, ойдағы мен 25. Бұл жерде өтір бір орыннан қайрылу керек. Есе, мұндай сантиметр болады деген сөз. Келесі мысал, келесі есеп, S тең π көбейтілген 40 сантиметрдің квадрат болу керек екен. Бұл 1600 π сантиметр квадрат болады. Біз жоқ мәнін табу керек болса, 1600 көбейтілген 3,14 сантиметр квадрат өрнегінің мәнін табу керек. Бұл ауданның жоқ мәнін бізге бере алады. Екінші мысал, қабырғасы 6 сантиметр шаршыға дөңгелек іштей сызылған, штрихталған бөліктің ауданы мен шекара сызығының ұзындығын есептеп табуға арналған есеп екен. Бұл жерде штрихталған бөлік, бұл жерде суретпе штрихтап көрсетейік. Жаңағы шаршы мен дөңгелектің арасындағы бөлікті біз штрихтап, осы бөліктің ауданы мен шекара сызығының ұзындығын табуға арналған есепті шығарайық. Бұл жерде бізге берілгені шаршының қабырғасы 6 сантиметр. Бұл деген сөз дөңгелектің немесе шеңбердің радиусын табуға бізге мүмкіндік береді. Бұл дөңгелектің диаметрі. Диаметр 6 сантиметр деген сөз. Олай болса радиус 3 сантиметр екен түсінікті. 3 сантиметр екен түсінікті. Бізге алдымен шекара сызығының ұзындығын тауып көрейік.
шекара сызығының ұзындығы жаңағы шаршының периметрі мен дөңгелектің ауданына тең. Шаршының периметрін біз P дейік, P-ге қосамыз. Шеңбердің ұзындығына. Сонда біз табатын өлшем табуға тиістіміз. Шаршының периметрі, оның қабырғасын 4-пен көбейткенде шығады, немесе 6 көбейтілген 4 см. Ал шеңбердің ұзындығы жоғарыда келтірілгендей 2π ер формуласы. Ер бізде 3 см. Осы өрнектің мәнін тапсақ, біз шекара сызығының ұзындығын табамыз. Бұл 24 см қосылған 6π см. Ары қарай ортақ көбейтіш ақшаны сыртына шығарайық. 6-ны шығарамыз біз. 4 қосылған π см. Шекара сызығының ұзындығын өрнектейтін өрнекті таптық. Ары қарай біз оны жуықшағымен есептейміз десек, пи-дің орнына 3,14-ті қойып, жуық мәнін табуға болады. Енді штрихталған бөліктің ауданын табу керек. Штрихталған бөліктің ауданы шаршының ауданынан дөңгелектің ауданын азайтқанда шығатын көріп отырсыңдар. Бұл жерде штрихталған бөліктің ауданын табатын формула құрсақ, S шаршы азайтылған S дөңгелек түрінде жазуымызға болады. Шаршының ауданы оның қабырғасының квадратына тең болатынын жақсы білеміз. S 6 см-дің квадраты қоссам, азайтамыз одан дөңгелектің ауданы. Жоғарыда келтірілген формула бойынша π ер квадрат, немесе π көбейтілген 3 см-дің көбейтілген 3 см-дің квадраты болады. Немесе тең 36 см квадрат азайтылған 9 π см квадрат. Бұл жерде де біз ортақ көбейткіш ақшаны сыртына шығарып жіберсек, 9-ды шығарамыз, ортақ көбейткіш 4 азайтылған π см квадрат болады. Бұл өрнектің мәнінде пи-дің орнына 3,14-ті қою арқылы қысқаша есептеуімізге болады.